Қайырлы таң, қазақ елі. Қазір сағатымыз міне 6 болып қалды. Біз Қызылордада шеліге жолға шығамыз. Қармағымыз бар. Қармақтан бар. Біз бала-шағамен барадық. Бажамыздың үйіне. Нарада баламыз жатады. Міне Алмасбек деген біздің балықшы баламыз жатады. Кәберті Құдай қаласа жолға шығамыз бала-шағамен. Сағат 6 болды. Біз міне жолға шықтық. Жерде мына биогумс деген бар екен. Мына шиеліді гиганттан алып жатыр. 3 мың теңгеден алды. Шербақ жақсы бизнес. Үйде отырып, мысалы, нарада коңның үстінен сеуіп қойған су құяды. Болды, содан шербақ сатып жатыр. Содан алдық балық. Балық қарай жиналып шықтық. Кетіп баратырмыз енді. Қазір Құдай қаласа басына барамыз. Машина бұзылды. Жолда жаңа бір рейс апарып тастаймыз деген, сөйтіп оны жол табамыз деп біз адастық. Қазір енді осындай бір оазисте жүрміз. Күшті, табиғаты керемет. Қазір енді қайтадан сол тұрған жерімізге барамыз. Машина келу керек қазір. Біз өзімізше білеміз деп келгенбіз ғой, сөйтсек адасып кеттік өйтіп басқа жаққа кетіп қалыппыз. Біз мына балыққа келдік, дария жағасы. Яқта Алмасбек балам, Бажам бар, Абыш. Міне бірінші Алмасқан, байтыр. Бірінші шығарған лақа. Қазір. Міне лақа где-то 2 килограмм бола ма? 2 килограммдай болады. Әдемі. Ар жақта міне сазандар шығарып жатыр. Міне әдемі, күшті. Мына екіншісін міне қауып отыр қазір. Тартатын боламыз. Алмасқан. Апшаға. Мына біздің ұсталған балығымыз. Мына жақта мына дариямыз, Шиелі ауданында. Осылай міне құрып отырық. Қайырма сондай ғой, көрдіңіздер міне. Қазір түрткісі келіп тұр шамалы. Біздің жігіттер міне сарсазан ұстап алды кәдімгі қармақпен. Дария жағасына міне күшті. Былайына жалпаны. Міне әдемі. Тағы біреу шықты міне. Дегенмен бүгінгі балық жақсы болып жатыр. Әдемі. Міне яқта міне лақа шықты. Әдемі, күшті Бажам барып жатыр. Бүгін андайлар болып отыр. Қазаналы жоғары болып. Бағана көрсеттім. Біріншісі, одан кейін ал 1 килограммдай болып қалады. Әдемі, күшті. Келіңіздер, көріңіздер, әлі де талайын көрсетеміз. Енді бір 2 сағат, әрекет 2 сағат жараулы. Сондай балықтар. Көріңіздер, мына лақасы бар, басқасы бар. Осындай әзірге. Шүрек бадыр қармағы. Афсын. Тұрып тұр ма? Өйтіп тұрды. Жай. Деп жылжи береді. Жылқының артынан жылжи берсең. Деп жылсы өзінде жылжи берсең. Жина енді, жинасай. Мында, Бажекең ұстады. Қазаналы жоғары отыр, шүкір, Аллаға шүкір. Міне, үшіншісі. Ау енді бір 2,5 килограмм ба, 2 килограмм асады. Алмас, ұста. Қара. Ұста, қорқпа. Давай. Алмас, әжі. Алтуға ұста. Көреға жібереміз, ей. Ұсташ. Келсе. Бет ұстасай бала. Міне. Басымыз жоқ. Аяқта тағы да 4-ші лақамыз шығып жатыр. Мына әдемі. Керемет. Табиғат әсем, керемет. О жақта торан қалпымыз бар. Қапты. Не шығады екен? Кән. Йо-моя, яқтан да міне көрді шығып жатыр. Міне. Керемет. Әдемі. Міне. Мына нарезкі лақтырып ек. Осындай балық қап. Әдемі. Болды.
Каир, Египет дейміз, Малайзия дейміз, басқа жаққа қыдырамыз дейміз. Мысалы қарап отырсаңыз өзіміздің құмымыз, Қызылорданың. Әгел. Міне өзіміздің дариямыз, міне керемет. Қармағымыз құрайып, демалыста әдемі. Бұдан артық не керек бізге? Осылай қармақ құрайып отырмыз демалып. Ыстық күн, бірақ приятно. Әдемі. Міне арасында өйтіп демалып тұрамыз, міне осылай секіріп. Қол босаған кезде осылай болып тұрады. Ал кеттік. Оппа, міне осылай. Ол болмайды, апарып тасташы, ана көлеңке жептер. Қазір көреміз қандай шығады. Міне еркек қоя. Әне сол дірілдеп тұр екен осы. Арасын осындай да болып тұрады күшті. Қазір көреміз арасында қандай балық шыққан. Бақа шықты міне. Балыққа барған жақсы, бірақ осында қыжығы мен шыжығы болып тұрады. Балықтың машина бұзылды, мотор кетті. Екінші машинамен, андай жегілі машинамен Нива жүретін, или ауылда жүрсең, трактормен жүресің, андай уазбен осына жер жүреміз. Балық сонысымен қызық шығар, бірақ өзінің байы бар, қызығы бар. Балық ұстайтын балығын ұстадық. Анау міне дариямыз. Қазір ертең қайтып барадық, өйткені машина ремонттау керек, алып қайту керек. Осылай. Арадан бұзылып болған. Бұл істеуге болады. Қазақтың кең даласы. Машинамыз бұзылды. Мотордың ішке ұстап тұратын болт қиылып кетті. Машинаның үстінде тұрып жалғыз өзім. Енді шелігейден біраз километр. Қазір енді машина шелге барады, машина табады, алып келеді. Әлі біраз уақыт. Осындай балық аулаған жақсы, бірақ осындай машина бұзылып, әбір жеген қиындау. Осымен балық аулау аяқталды. Әлі талай қызықты видеолар салатын боламыз. Сіз төмендегі подписаться кнопкасына басып, тіркеліп кетіңіз. Әділ Дарабоз каналын бірге дамытайық достар. Сау болыңыздар.